Дариға Алматыға ауылдан келді. Мынау төрт бұрышты қобдиша секілді тігінен тұрған ұзын жәшіктің ішіне жұмыртқа жұмысқа кіргеніне ай болды. Тарам-тарам торы бар, сықсиған терезесі бар. Торы түрмені елестетеді. Терезесіне күн сәулесі шағылысып, кейде көңілі шуаққа малынып, әжептәуір болып қалады. 13 жыл отасқан қосағы мынау нарыққа тәуелді жаңа заманда жаңаша өмір сүрем деп заңмен ажырасты. Бұдан бала болмады. Ол ұзамай үйленіпті. Балалы болыпты. Кінәрат өзінен екен. Бақытты бол, баласының қызығын көрсін деп тіледі бір мүшел бастары бір жастықта қисайған бұрынғы қосағына. Алматыдағы інісі шақырды. Дүңгіршек ашып берем деді. Ашты. Тау етегіндегі Қазақфильм ықшам ауданына ешкім қосылмай ықшам өмір сүріп жатқанына жарты жыл болды. Алды-арты толы жұмыртқа. Алғандар алады, алмағандар құбылтап кетеді. Үйіне 10 жұмыртқа ала келеді. Інісінің балаларына пісіріп береді. Басқалары жұмыртқаға тамақ деп қарамайды. Інісіне яичница қуырып беріп еді. Етке жетпейді ғой дегесін қара табаны қайтып қолына алған жоқ. Қайтқан күнде де аз ақша, аз дәулетпен базардан бағасы удай семіз ет сатып алып жеу қазақтың қанына сіңген бар ләззаты. Іші пысып жүреді. Есікті ашып қойып, орындығын ала шығып, күн шуағына арқасын алмалып отыруға әдетке айналдырған. Осы кезде кейде өткен 13 жыл өмірін ойлап, тесіктен үңіліп, саудаласуға келгендерді де ұмытып кетеді. Бір-екі орыс әйел, жұмыс орныңнан табылмайсың ба? деп заң араластыра зеки сөйлегенде ернін тістеп қалды. Сосын сырттағы орынға қайта жайғасты. Арқасын тау жаққа түскен күн шуағы өпсе бір рахатқа жаны елиді. Қосағының 13 жыл сипаған нәзік алақанның табын қайта сезінгендей болады. Ол ажырасқысы келмеп еді. Үгіттеушілер үстем болды. Бала асырап алсақ бекен деп, әлде етегі құрғамайтын келіндердің бірінің ұлын етегімізге орап алсам ба деп жүргенде, ішіп кеп, қу тіземді құшақтап жүрем бе, ажырасамыз деп, ажырая қарағанын 4 күніне жеткізіп еді. Арадағы елші сияқты інісі үлкен баласын жіберіп, дүниесін машинеге басып, 4 күннің төрінен бірақ шығарды. Қайтып келген қыз жаман атанып, інісінің баласының киім кешегін жуып, сол үйдің қол қанаты болып жүргенде қалаға шақырып, бір дүңгішек иесі жұмыртқа сатушы болып шыға келді. Дариғаның өмірі осылай аққан судай тез өзгерді. Бірақ мынау айналасындағы жұп-жұмыр жұмыртқа атаулыдан көзі талды. Тіпті бірінің үстіне бірі жиналған шүпірлеген ұялы қораптарға қараса жыны келетін болып жүр. Осы жұмыртқадан басқа сататын нәрсе жоқ па? Неге тауар, ойыншық, немесе басқа нәрсе сатпаймын? Ауылдан келіп насыбай сатып тұрғандар бар ғой. Ойыншық сатып оңдыра қоймаспын. Ойыншық сатсам бала есіме түседі. Көңілім бұзылады. Өзіме де ештеңе жақпай қалған сорлымын деп өзін сөгіп қойды. Ініме айтсам бекен, бірақ кілең жол үсті пышақ шығынға жүретін, оның да көңіліне қарап ауызы абайлап ашпаса болмайды. Кісілегінің кілті аспанда қалды ғой. Дариға арқасын күнге бұрып маужырап ұйқысы келіп отыр еді. Осы күн сәулесінің бір құдіреті бар. Тау жақтан түскесін бе, әлде тау жақын болғасын ба, алтын иілелі арқасына жабысса бір түрлі бой босап қоя береді. Құтты бір 13 жыл отасқан қосағы келіп, арқасын бипаздап сипап өткендей болады. Адам үйреніп кетеді екенде, деп өзінен өзі ақталады да, 30-дің үшеуіндегі құмарлық аңсауының арбауына түскен кезі бір мезетте селк етті. Немене, сіздікі өз-өзіне қызмет көрсететін дүңгішек пе? деген оқыс дауыс селк еткізді. Орта бойлы, дөңгелек жүзді, тығыншықтай мығым жігіт ашық тесіктен үңіле сөйлеп тұр. Мұнда еркек келмеуші еді, не дерін білмей қалды. Өз ұлты болғаны қуантты. Көбіне келетін сары шашты әйелдердің сөзіне түсіне бермейді. Ауылдың қазақшасы
бұл жерде түкке аспайды екен. Коммунизмде бәрі тегін болады деуші еді. Сіздікі коммунизм дүңгішегі ме? Жігіт жымиып тұр. Сол жақ ұртына үйірілген күлкісі бірден ұнап кетті. Давай танысайық. Бейбіт. Дариға. Танысып білістік. Енді маған экстрадан 5-еуін беріңіз. Бір қорабы бірақ сатылады ғой. Онда 20 дана болмайды. Болдыру қолда. Бәрінде кадр шешеді. Мен онда сізден бір қорапты алам. Ертең айлық алғасын 2 қораптың ақшасын бірден төлеймін. 4 бұрыш тесіктен 4 бұрыш қолапты қалай бере салған өзде білмей қалды. Ол пока, до завтра деп бұрылып жүре берді. Еркек басымен қайтеді екен. Мұнда негізінен әйелдер келуші еді. Ертең келмей алдап кетсе не қылам? Ініме не деймін? Ол күнде болмаған мен күнара есеп сұрайды. Осы жұмыртқаның атауы да көп екен. Ең майдасы оптима, үлкендері стардант, ең үлкендері экстра. Әлгі ең үлкенінен 20-сын алды. Оны қайда сыйғызады екен? Ауылда жүргенде жұмыртқа барау деп ойламапты. Бала күнде бір жұмыртқаны ұядан алып келгені қызық көретін. Сосын қаладағы медициналық училищеде оқып жүргенде, қыз ойнаққа барғанда асаба жігіт жыңымдап, енді жұмбақ ойнаймыз. Балалар ұқыпты ма, қыздар ұқыпты ма, деді жымиып. Қыздар деп құмырсқа бел құрбылары шу ете қалды. Жоқ, балдар деді. Әлгі жылпос. Бұл мәселеде қыздарды балдармен салыстыруға болмайды. Жоқ, балалар ұқыпты. Мәселен, қыздар сабақтан қайтарда бір қорап жұмыртқа алып, автобуспен жатақханаға жеткенше, оның кемі 2-еуін жарасыңдар. Ал балалар 2 жұмыртқаны өмір бойы жармай алып жүреді, деп көзі тұздай болып, ясынан шыға барады. Құмырсқа бел қыздар тым тырыс. Тек көргені көп бір қыз мырс етті. Бұл сол күйі түсінбей, 13 жыл отасқанда осыны бір рет айтып еді күйеуі. Ол жігіт тауып айтқан деп мәз болды. Енді сол жұмыртқаның қалың ортасында отыр. 10 күн сайын ауыстырып тұрады. Тоңазытқышқа кірпішше қалайды. Яйцо деген жазуы бар. Жатаған мәшине сатылмай қалғанын қайта алып кетіп, жаңасын дүңгішекке кіргізгенде жиіркеніп жерге қарайды. Тілсіз мылқау, жұп-жұмыр бірдеңелер өзіне қарай өрмелеп келе жатқан сияқты көрінеді. Сосын апанынан шыққан қаншықтай атып сыртқа шығады. Қазір күн салқын, тау бетінен түсетін күн сәулесі де жоғалып кетті. Ызғырық ойнап, сықыр-сықыр етіп, топсасы ыңырси бергеннен есікті де жауып қойды. Темір жәшік, темір тор, ағаш орындық қоршаған жұмыр дүниенің ортасында жалғыз өзі жабығып отыр. Кеше іші пысқасын, әне бір үйдің көрініп тұрған пошта жәшігінен төмен салбыраған 1-2 газет жылдан барып жұлып алып келсе, биенмен Атшабар деген аты жөнді естімеген орысша газет екен. Жарнама, құлыпшылар, пәтер жалдау, емшегі салбыраған сұлулар, тән саудалаған жәлептер. Сонда да жоқтан бар жасап, газеттің әр әріпіне бір шұқшиып отырғанда, Дариға привет деген дауыс селк еткізді. Таныс дауыс, таныс бейне. Кешегі оң бетінің шұқырында күлкі үйірілген, өзіне бірден ұнаған жігіт. Мұның алақанындағы газетті көрді де, өңі күңіреніп, қолын созды. Бұндайға құмар болма, оқығың келсе кітап оқы. Үйбай, мынаның басынуына я, онан да кешегі қарызын қайтармай ма, деп ойлауы мұң екен, қолын созып, ақша ұсынды. Артығы мен екен. Қайтаруға тиын тебен салынған 4 бұрышты жәшікке саусақ сала бергенде. Без дачи, деді. Дариға, жұмысың нешеде бітеді? 6-ға дейін. О, контора. Сағат тілі тура 6-ға келгенде мен осында боламын. Кафеге барайық. Ештеңе дей алмады. Өзінен көз жанарын аудармаған сидам жігітке түк деместен көз алмай қарап тұра берді. Қалаға келгелі 6 айдың жүзі болды. Көшеде кафе, мейрамхана деген жазуларды оқығанмен ішіне кіріп көрмепті. Тіпті ерлі зайыпты күй кешкен 13 жыл өмірінде де
қоғамдық орынға кіріп тамақтанбапты. Училищеде жүргенде қыз ойнақ біреудің үйінде өтетін. Ол кәдімгі қазаны мен самауырны қоса қайнаған, төсегі салулы, дастарханы жаюлы өз үйіндей көрінетін. Кешкі тұп-тура 6-да Бейбіт келді. Қолында 3 тал раушан гүлі бар. Тесіктен телмірей бірден темір есікке беттеді де серпи ашып ішке енді. Қандай батыл әрі тура. Кәнігі танысындай гүлін ұсынды да «Кеттік» деді. Бұл 4 бұрышты терезені жауып, оның тормен бекітіп, темір есіктің 2 құлпында құлыптап соңынан ерді. «Мен немістердей дәлдік түсем» деді қатарласқан Дариғаға. Бұл жымиды да қойды. Бұл маған лагерден жұққан. 2 жыл әскерден кейін қайтайын деп тұрғанымда 2 орыстың тұмсығын бұзып, мен 4 жылға кеттім. Олар ақталды. 6 жыл дәлдікті үйретті. Сонда түрмеде болдыңыз ба? Деді бұл үрейлене қарап. Қорықпа, түрме өмір мектебі емес. Бірақ оны да көрген дұрыс. Көсемнің бәрі түрмеден өткен. Қай кафеге барамыз? Оны өзің білесің, деп бұл сеңгі көшкенде ол мейірлене қарады да. Осындай мінез құлықты ұнатам, деді. Мына өзбектікі. Олар 41 жылыда Мәскеу түбінде снаряд сатқан. Мынау Қытайдікі. Олар өздері үшін тым ашығып жасайды. Өзіміздің қазақтікіне барайық. Дариға қасындағы таза киінген тиянақты жігіттің көп сөзіне түсінбеді де, өзің білесің деді де жүре берді. Тақияға барайық. Аллай, Тақия деген кафе бар ма? Такси ұстап Тақияға келді. Қызыл тақия киген қыз жігіттер есік алдынан күтіп алып, құрдай жорғалап, құда күткендей төрге оздырды. Күтіп алуларың жақсы, дәм тұздарың қалай екен, деп Бейбіт бірден қалың қытырмаман қаттастырылған ас мәзірін Дариғаға жылжытты. Ал таңда, сен менің қонағымсың. Ойбай, өзің таңдай бер, деп Дариға шар ете қалды. Бейбіт бәрін түсінді де, мынау деп керегін айтып, шампан көрінбейді ғой, деп даяршыға дауыстап шақырды. Шарап жоқ па? Бізде ішімдік болмайды. Соның керегі де жоқ қой. Ну, ладно, мен қызып отырып сырлассақ па деп едім. Қымыз бар ма? Қымыз, шұбат бәрі бар. Тақиялы қыз гүлді кесеге шұбат құю мұң екен. Бейбіт сөйлеп қоя берді. Жасым 42-де, 2 рет үйлендім. Еркезек 3-ке дейін деп, кесенің ернеуіне ерін тигізді. Дариға жігіттің жан тәнімен шынын айтып отырғанына риза болды да, іші бүлк-бүлк етіп, шымырлап кетті. Бұл жақсы көру сезім еді. Неге ажыраса бердің? Деді бұл, бұрыннан да сендіге көшіп, төтесінен тартып. Бала болмады, кінә менен. Тым кінәлі емеспін. Лагер сөзімен айтсақ, бәрі 100%. Бірақ коммунизм жоқ, перзент жоқ. Ондай біздің басымызда да бар, деп Дариға ауылда отырғандай қызыл тілдің айылын жимады. Айналасына қараса, қабырғаға толы арба айдаған, шөп шапқан ауыл табиғатының көріністері. Өзін өте еркін сезініп, ішін ақтарғанына жаны рахаттанып отыр. Онда Даригуша, екеуміз бала асырап алайық. Ол біздің ұлымыз болады. Менің әке-шешем жоқ. Қарындасым мен күйеу балам үшеуміз әкеден қалған 2 бөлмеде тұрамыз. Үй менікі. Олар мекен жайларын табады. Дариға аяқ астынан шаңырақты болатын болдым ба деген ілкі сезіммен шаттанып кетті де, келісім бергендей үндемей қалды. Қайтарда қою түннің астында екеуі қолтықтасып келе жатып, бір мал сойып әкеп, інімнің алдынан өтсең, мен саған еремде жүре берем, деп анығын айтып ағынан жарылды. Менің ендігі әкем де, шешем де сол. Бәрі де солай болды. Екеуінің бірге түтін түтеткендеріне жылжып 3 айдың жүзі жаңарды.
Бұрын үйге жұмыртқа әкелетін Дариға енді басы бүтін әкелмейтін болды. Бірақ Бейбіттің жейтіні тек жұмыртқа. Жұмыстан қайтқанда жұмыртқа дорбасын салбыратып ұстай келеді. Қуырып, яйчница қылады, қайнатып жейді. Тоңазытқышта қазы қартамен қара етке толтырып қойса да, жұмыртқадан аузын алмайды. Бір күні әйелдігін алса, сап кәдімгідей шаптығып қалады. Қазы қарта сесейші, не әкеңнің құны қалды жұмыртқада? Биологтың бәрі жұмыртқада, сырты әппақ бір әлем, іштегі сары уызы бір әлем. Мен қаланың қазағымын ғой, малды соя бергенше, тауықтың еңбегінде пайдаланайық та. Мен жемесем де, қойдың басы 50 миллионға жетеді. Енді еш қашанда жетпейді. Дариға некелі қосағының сөзіне түсінбей-ақ қойды. Жындыхананың асханасында жүк түсіруші ет пен майды етекке тығып әкелуден кенде емес. Бірақ еркек болып мылжыңдап ет чайнағанын көрген емес. Ішімдікке тым әуес болып кетті. Қою түнді жалаңаш жамылып жатып, Дариға қолын басының астына тастаған күйеуіне наз айтты. Бейбіт, сен ет жеші, қойдың емес, сиырдың еті. Сондай жеңіл. Мен де осы жұмыртқа сатуды қойсам ба деп жүрмін. Ұнамайды. Сен ет жеші. Жұмыртқа күш береді, ет қарын аштырады, маладая, деп бас салды. Ерінің еркелігіне дән риза, пұшпағы қанамаған келіншек бұл дүниеден бір жақсылық тілеп ыңырсып жата берді. Қарсы бөлмеде қайын сіңлісі мен күйеу баласының жатқанын ойлап, даусым қатты шығып кетті-ау деймін, деп ақталды. Олар ертең көшеді. Келісім солай. Маған өкпелер жоқ. Семья шағын мемлекет. Біз мемлекет болып өмір сүруіміз керек. Дариға бала сырап аламыз ғой деп айтқысы келді де, әйелдікке салынбайын деп өзін-өзі тежеп алды. Осыны аңғарып қалған сезімтал жігіт сөз қалай айтсақ солай болады деп сөз бағытын өзі жастай көрген түрменің қатаң қағидасына қарай бұрып, мәселені шорт кесті. Таң атты. Қыз бен күйеу бала жүктерін машинаға тиеп жатқанда Бейбіт: Райхана, сен ренжіме. Үй әкемдікі. Мұнда мен тұруым керек. Сенің күйеуің үй тауып беру керек. Райхана, ренжімей кетіңдер, деп соңғы жүкті машина қорабына салып тұрып, шыр-пыры шықты. Қатының екеуін қалыңдар. Ерке өскен кенже қыз машинаның алдына отырып, есікті тарс жапты. Жігіт қарындасының сөзін көтере алмай, жүрегі тепсініп қала берді. Күн батты. Дүңгіршектен шығып үйге келген Дариға екі беті шиқандай болып қызарып жатқан күйеуін көріп, ұрттап алған жоқ бекен деп семіркенді. Артына қараса, бөлме бос тұр екен. Кіршең тартқан қабырғадағы қилы-қилы өрнектер де мені жуып тазартыңдар дегендей сызығы селкеу тартып көзге көмескі көрінді. Чота басым көтертпейді. Райхана ренжіп кетті, деді күзөбірлеп. Күйеуінің қан қысымы жиі көтерілетіндігін біліп, медучилище бітірген дәрігеріне салып, қысым өлшегіш тонометрді әкеп қойған. Соны бірінші рет қолға ұстап, алғаш рет пайдаланып, бұлшық етін орап, қысыма бергенде темірдің қызыл кілті кілт етіп аспанға кетті. Сен қозғалмай жат, мен дереу дәрі әкеп берейін. Бірінші дәріхана жабық, екіншісінде құлып, кеткелі жатыр екен. Жалынып жалпайып тұрып, есікті қайта ашқызып, артық теңгесін тау тұмсық келіншекке кері қайтартып тастап, дәрі алып келгенде беті бұрынғыдан да нарттай қызарып, демала алмай алқынып жатқан күйеуін көрді. Қасында аузы ашылған жарты бөтелке арақ. Ұшып барып келдің бе? Мен қозғалма деп кеттім ғой. Арақты аяғымен бұрышқа итерді. Жеңілдеп қалдым, деді баяу ғана. Іш мына дәріні. Әкелген дәріні бір жұтым сумен қылт еткізіп, зорлап ішкізді. Бейбіт беремес әрі кетті. Бөтелке бұрышта, дәрі терезе алдында қалды. Зіңгіттей жігіт жедел жәрдем үстінде жан тапсырды. Сараптама қорытындысында миына қан құйылған, әрі уланған деп жазылды. Сылтау соңы сыбыр сөзге ласты. Жылына дейін тұра бер деген туыстарына
бейбіт жамылған көрпенің иісінен көңілім бұзылады деп қырқын бергесін үйден кетті. Төркіні інісінің шаңырағына ешкім шығап салмады. Жұмыртқа әкелуді қойып кетіп еді. Інімнің балалары жесін деп кешқұрым дүңгіршектен бір қорап жұмыртқа өзімен бірге үйге қайтадан келетін болды. Бүгін ертемен жұмыртқа апа жұмыртқа деп қоймаған кенжесіне табаға салып қуырып беріп еді. Қарап тұрып, жүрегі айнып лоқсып, ваннаны басына көтерді. Табаға да, жұмыртқаға да қарағысы келмеді. Сап-сары болып темірге жабысқан жұмыртқаны балаға салып берді де, қара табаны мұздай судың астына ұстап тұрғанда, быж-быж етіп шошынған судан айызы қанып, жүрегінің лобығаны басылғандай болды. Қара таба быжылдаған сайын жұмыртқадан өшін алғандай, лекілдеген мұздай су бетіне шығарса да, оң қолы талса да шыдап, жамырқанып тұрды. Сосын тәбеті ашшына аңсап, тоңазытқыштан домалақ пияздалып, тез-тез қабат-қабат тонын ашып, қарш-қарш еткізіп тістеп, тез тауысып, асқазанындағы сумаңдаған мыңжыланның аузы ащыға тиіп, айызы қанғандай болды. Жұмыс орныңды неге уақытылы ашпайсың деп, заңқойлар бетімен алар деп, асығып-аптығып келе жатты да, асықса да бір сезім тежеп, дәрігерлік бөлімшедегі жұмыртқа алып жүрген әйелге соғып жағдайын айтты. Нешең күннен бері осындайсың, деді ол. 20 күн. Онда сен жеріксің. Арығың тарылды ма? Иә, жеріксің. Құжатыңды әкеп есепке тұр. Бәрін түсіндірем. Есіктен тез шығып, дүңгіршекке келді. Салдыр еткізіп, 4 бұрышты жәшіктің бел темірін ағытты. Сосын астын үстін 2 құлыпты бірінен соң бірін ашты. Сол қас қатар бірінің үстіне бірі жиналған шүлпілдеген жұмыртқа. Шымкентке қыдырып барып еді, олар жұмыртқаны тұқымдайды екен. Көз алдын елес суреттер кескестей берді. Есік алдында құрық-құрық етіп жүрген тауықтарды көріп, шешесінен сұрағанда, құрық болып жүр, деді. Бірде Қызылайдар қораз қуып жүріп, мекенге жабысты да, ол жұмыртқаның жылы бауырына бір айдай басып жатып, балапан өргізіп, сап-сары балапандарды соңынан ерткенде, мұның бәрін қайдан тауып алды деп, бала көңілі аң-таң қалған. Бауырын төсеп жатқан жұмыртқаларды үшкір тұмсығымен біртіндеп шықып жарып, балапандарын жарыққа шығарады. Қазір де темір есікті ашып, қаз-қатар жиылған жұп-жұмыр жұмыртқаға қарап, тіршілік ережесіне таң қалып тұрған ол тағы да жүрегі көтеріліп, лоқсып-лоқсып жіберді. Сосын жан сарайы ащыны аңсады.